Жүсіпке операция жасалынып жатыр. Жүнейт 3 рет атқан еді, сол 3 оқты алды. Операция аяқталады, дәрігер туысқандарына шығады. Оқ барлық маңызды органдарды зақымдаған дейді. Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық, енді тек қана күту қалды дейді. Бірақ барлық нәрсеге дайын отырыңыздар дейді. Ал Хабаға әлі операция болып жатыр. Хабаның кеуде тұсы мен бас сүйегіне өте ауыр зақым келген, сондықтан да қаны тоқтар емес дейді дәрігер. Қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз, бірақ сіз де барлық нәрсеге дайын болыңыз дейді. Хамит Жүсіпті көру үшін палатаға келеді. Жүсіп көзін ашады, бірақ ең бірінші айтқан сөзі Хаба қалай, тірі ме деп сұрайды. Хамит үндемей палатасынан шығып кетеді. Хамит палатадан шығады. Жүсіптің басына келген дерттің бәріне Хабаны кінәлайды. Қандай да жолмен болса да Хабадан құтылудың бір амалын табуым керек деп ол ойланып қалады. Хамит Хабаның әкесімен кездеседі. Саған үлкен көлемде ақша беремін деп өзінің жоспарын айтады. Жүнейт Хабаны өлдіге санап жүр, енді өзін де өлтірмекші. Сол кезде Мехмет хабарласып қалады. Хаба тірі, қазір ауруханада операция жасалынып жатыр деп айтады. Жүнейт Хабаны көру үшін ауруханаға келеді, бірақ алған жарақатының әсерінен аурухананың алдында көлігінің ішінде есінен танып қалады. Оны ауруханаға алып кетеді. Дәрігерлер полицияға хабар береді. Сол моментті пайдаланып, Жүнейт палатадан қашып кетеді. Полиция барлық жерден Жүнейтті іздестіріп жатыр. Жүнейт дәрігердің қалатын киіп бір палатада тығылып отырады. Оның досы келіп қалады. Жүнейт, мен Хаваны көруім керек дейді. Ал досы болса, мына түрімен ешқайда бармайсың деп оны бір үйге әкеледі. Мехметті шақырады. Мехмет таныс дәрігерін әкеліп Жүнейтті емдетеді. Мехмет айтады Жүнейтке, мен саған шетелге қашуыңа көмектесемін. Оның есесіне сен маған тапаншамды қайтар дейді. Жүнейт айтады, тапаншаң керек болса, онда мені Хабаға апар. Оның тірі екенін өз көзіммен көруім керек дейді. Хамит Хабаның әкесіне үлкен көлемде ақша береді және Хабаны жасырын алып кетеді. Ал барлығына Хаба өлді деп айтпақшы болады. Хамит баласының қасына келеді. Хабадан айырылып қалдық деп оның өлгенін Жүсіпке хабарлайды. Жүсіп жылайды.